Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз жаңбыр жайлы қозғайтын боламыз. Егер түсіңізде жаңбыр жауса, ол қалай жорылады? Ең алдымен түс жауырмас бұрын каналға тіркеліп, подписация жасап, видеоға лайк басып қоямыз. Ал ендеше кеттік. Үлкен ғұламалар көпшілігі түсінде жауған жаңбырға оптимистік көзқараспен қарайды, және бұл науқас пен қайғы қасіретті адам үшін жақсы жаңалық. Өйткені сауығу адамның айығуын жақындап, ризық несібесін арттырады. Жан тыныштығы болса, олар саған жақын әрі пәлекеттер мен қайталанатын сынақтардан аулақ болады, Аллах қаласа. Егер сіз студент болсаңыз және түсіңізде жаңбыр жауып жатқанын көрсеңіз және оны бақылап намаз оқысаңыз, онда Алла тағала сіздің жақын өміріңізде толық тыныштық сыйлайды және істеріңізбен оқуларыңызда сәттілікке толы жеткізесіз. Ибн Сирин түсінде жауған жаңбыр ұйықтаушыға келетін жақсылықтың көптігін білдіреді. Өйткені ол көптеген келіспеушіліктер мен дұғалардан құтылады. Егер адам үйінің терезесінде жаңбырды бақылап тұрса және жаңбыр әдемі және тыныш болса, содан кейін оның және оның отбасының арасындағы қайғыдан немесе проблемалардан құтылуды көрсетеді. Осылайша тұрақтылық қайта оралады және оның жағдайлары қайтадан қуанышқа толы болады. Ал егер адам жерді бұзып, егіннің бүлініне әкеліп соқтыратын қатты жаңбырдың куәгері болса, керісінше болады. Өйткені бұл жағдайда керісінше жаман нәрселердің таралуы және азғырылуы, азаптардың көбеюін білдіреді. Ал егер сол жаңбырдың кесірінен адам зиян көрсе, өмірі қиындап, жағдайы тыныш болмай жатса, екінші жағынан тыныш жаңбыр көрінісі махаббат өміріндегі табысқа жетудің және оның барысында қиындықтардан құтылуды білдіреді. Егер қыз үйінің ішінде жаңбыр жауып жатқанын көріп, оның отбасы мүшелерімен араларында келіспеушілік туындаса, немесе отбасында қиындықтар туындаса, онда ол дау-дамайдан құтылып, дағдарыстар тез арада шешіледі. Тіпті егер қыз болса да, әкесі ауырса, ол емделеді. Ал егер жаңбыр жауып, нөсер жауып, үйді қиратса, өкінішке орай жағдай қиындап, қорқыныш күшейіп, ауру оның отбасының мүшесіне әсер етуі мүмкін. Қыздың түсінде қатты жаңбырды көргенде, бұл оның өмірінде әдемі кезең басталады деп айтуға болады. Жалғыз әйелдің түсіндегі жаңбыр мен суық көптеген қуанышты білдіреді. Үйленген әйел үшін түсінде жаңбырды көру жақсы белгі. Әсіресе егер ол көп болса және оның айналасында жаңбыр жауса және ол оған риза болса, өйткені бұл әйелмен қарым-қатынасты, онымен болатын бақытты, қуанышты өзгерістерді көрсетеді. Күйеуі сондықтан олардың арасындағы келіспеушілік жойылып, тыныштық жайылып, күн көріс көбейеді. Егер ол болашақтан қорқып, балаларының кейбір мәселелерінен қорқатын болса, онда ол өзін тыныштандырып, қалағаныңды ала алады. Кейде жаңбыр әйелге қуанышты хабар болып табылады. Өйткені бұл оның сабырлы және жағдайының нығайтатын адам екендігін көрсетеді. Егер әйел түсінде жаңбыр суын ішсе, ішкен суы таза болса, бұл оның ауруына шипа болады және күйеуімен қарым-қатынасы бақытты әкеледі. Ал таза емес су оны көптеген уайымдардан және үнемі қайғы қасіреттен сақтандырады. Оның үйіндегі қиындықтар, егер ол бұл мәселені тапса, ол өзінің жақсы істерін сақтауы керек. Түсінде жүкті әйелге жауған жаңбырдың бір бөлігі, бұл оның алдағы күндері не болатыны туралы жақсы хабар. Сондықтан ол қорқыныш пен қайғыға салынбайды. Керісінше қорқыныш күйінен құтылады. Бұл оның ішінде үстемдік етеді. Өйткені Алла тағала оны шаршау мен аурудан құтқарады. Түс ғұламалары жүкті әйелге түсінде жауған жаңбырдың жақсы хабар екенін және Аллах қаласа жүктіліктің басында болса және оның денсаулығы жақсы болатын болса, ол баланың туылуын көрсетеді. Жаңбыр әдемі және жойғыш болса, әйел күйеуімен бірге денсаулығы мен өмірінен ләззат алудан басқа зардап шекпеу немесе ауырмау. Үйінің ішінде ажырасқан әйелдің түсінде жаңбыр жауып жатқанын көрсе,
ол өз жұмысында және жағдайында бұрынғы күйеуімен келіспеушілік жойылады. Осылайша бұл дағдарыстар толығымен аяқталады және бұрынғы күйеуімен келісіп бақытты болады. Үйіне зиян келтірмей жаңбыр жауса, оның қолындағы ақшасы көбейіп, Алла рызық несібесін берекелі етеді және мәселе оны қайтадан үйленуге нұсқауы мүмкін. Түсінде ажырасқан әйелдің жаңбыр астында дұға оқып жатқанын көрсе, Алла тағала оның дұғасын қабыл етіп, күнәға батқан болса, Алла тағала оның дұғасын қабыл етіп, берекесін беріп, қиыншылықтар мен шиеленістерден арылтады, көрсетеді және жақсы өмірбаянды ұнатады. Түсіндегі жаңбыр адамға кейбір нәрселерді растайды. Егер ол бұлтты көп көрсе, жаңбыр жауса, ол өзінің практикалық жағдайында сәтті болады және бар жоба табысқа жетеді. Егер ол жас болса, онда ол үйлену жоспарлайды. Жақында жетістікке жеттіңіз. Ол қадам және Құдай оны соған жетелейді. Егер адам түсінде бақытты кезінде жаңбыр астында жүгірсе, онда оның мағынасы таңдаған қуанышты жаңалықтарының көптігі, оның өміріне келетін мейірімділік растайды, ал оның уайымы алыстап, жағдайы тыныш болады. Қатты жауған жаңбыр үй ішінде болса, бұл оның отбасына Алла тағаладан келетін рызық несібесін білдіреді. Ал егер балалар арасында келіспеушілік болса, оны тез шешіп, сол жанжал мен отбасының басында өткізіп жатқан келеңсіз кезеңдерден аулақ болыңыз. Түсіңізде жаңбырның астында жүрсеңіз, алдағы уақытта жақсылық жинаудың символы. Егер жас жігіт еңбек етіп, Алла тағала оған адал рызық береді деп үміттенсе, отбасы жақсарып, тұрмысы қанағаттанарлық болады. Түсіңізде жаңбыр суы таза болса, кейбір әдемі белгілерді білдіреді. Кімде-кім оны пайдаланып, онымен бетін жуса, күнәларына тәубе етіп, дұғасын қабыл етеді. Ал бұзылған жаңбыр суы жаман істерге араласуды және үздіксіз күнәға батуды немесе өмірге кейбір қайғы қасіреттерді енгізуді білдіреді. Сондықтан адам сол күндерді Раббысымен сөйлесіп, оған көп дұға етуі керек. Түсінде өлген адамның басында жаңбыр жауса, фақиттер жақсы және қанағаттандырарлық жағдайында өмір сүріп жатқанын, сондықтан оның жүрегінен алаңдаушылық пен қорқыныш жойылып, оның өміріне күшті жарылқау келетінін түсіндіреді. Жаңбыр астында жүрген адам ол өткенде салих, ал Алла тағала оның өмірінде шектен тыс жомарттық пен жақсылық береді. Оның басқа дүниесі, яғни Раббысынан бір рахым бар. Түсінде адам жаңбыр мен қарды көргенде қуанышты сезінсе, ол көру әдемі және қуаныш сезімін білдіреді. Өйткені ұйықтаушыға сәттілік келеді, әсіресе қар жауып жатса. Жағдайының жақсаруы мен молшылықтан басқа, оның күнкөрісі, қуаныш пен жақсылық алуы ұйықтаушыдан қорқыныш пен қайғыдан аулақ болады. Достар, бүгінгі түс шору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналды қолдау мақсатында тіркеліп қойыңыздар. Апта сайын жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.